Бишимбаев дейді соның ішінде келетін болсақ. Будучи в сознании, Присяжный. такие травмы головы не получает. Потому что он даже бывает случайно при падении. Бишимбаев экс-министр сот әлі бітпей жатыр. Яғни әйелін өлтіргеніне байланысты айтатын болсақ, яғни экс-министр. 3 адвокат бар, 2 прокурор бар. Сонымен бірге мынау неше ай болды уже бітпей жатыр. Әлі 2 айға созылады негізінде келетін болсақ, бұның соты негізі. Сонымен бірге мына бұл Қазақстан бойынша емес, бүкіл уже СНГ-ге тарап жатыр бұның өзі. Яғни қазіргі интернет болсын, просмотрлар бүкіл СНГ бойынша Әзербайжанның бар, Россияның бар, барлығы да қарап отыр бізге негізінде. Қашан бітеді екен деп осы соты біз ғана емес. Мен жалпы осы жерде ой келеді негізінде. Назарбаев деп келеді, осы көбіне соттау керек Назарбаевты деген сияқты. Назарбаевтың бүкіл семьясын ұстау керек, оның елі үшін жасаған қиянаттар үшін соттау керек деп. Енді мына салғып бір кішкене елестететін болсақ, Назарбаевты соттаймыз деп. Яғни бұл министрдің өзін соттай алмай жатық, жабылып жүріп. Енді Назарбаев соттайтын болсақ, мысалы қалай болады деген бір ой келеді. Оны қанша созылуы мүмкін деп, қанша прокурор болады, қанша елестетіп көріңіздер мысалға. Жалпы жазып отырыңыздар, комментарийға жазып. Ал енді жалпы келетін болсақ, әлем бойынша президенттер соттау бойынша алғаш рет бізде Америкада бүкіл президенттердің ішінде алғаш рет осы Трампты сотқа тартуда, яғни порно актрисаға ақша берді, пара берді деген үшін сотқа шақырып отыр. Бірінші рет әлем бойынша. Сонымен бірге негізінде жалпы ең көп президенттер сотталатын жер бұл негізінде Корея. Соның ішінде Южный Кореяда каждый екінші президент негізінде сотқа тартылады. Соңғысы осы 25 жылға сотталды негізінде. Келетін болсақ. Сол давайте, рахмет, кеттік.